дұғаларында айтып жатыр ғой, амал дәптерін оң жағынан беріліп нәсіп етсін деп. Сөйтсе қияметте адамдардың барлығына бір уақытта бірдей амал дәптері таратылады екен. Осы өмірде туылғаннан бастап дүниеден өткенше не сөйледі, не істеп, не қылған барлығы жазылған, періштелер жазған амал дәптерлері адамдардың өздері бірдей таратылады дейді. Сонда бір адамдардың амал дәптері алдынан келеді, біреудікі оң жағынан келеді, ал енді тозақилардікін амал дәптері сол жағынан және арт жағынан келеді екен. Арт жағынан келеді дейді. Сонда ешкім өкпелемейді ғой, енді кім не істеді өмірде, соған сай өзінің жазасын немесе рахатын көріп жатыр. Соған байланысты айтайын деп тұрғанымыз, мұсылман адам үшін мынандай парыздар бар деп бұрын айтылған: жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Бір адамның бірінші адам өзін дұрыстап алуымыз керек. Екінші басқа адамдарды жақсылыққа шақыру, намазға шақыру, ораза ұстауға шақыру. Біреу арақ ішіп жүр, біреу тағы басқа бірдеңе, содан қайтару. Осы кезде шайтан мынандай ой салады адамға: ой, не қыласың? Айтса, анау айтсын, молдалар айтсын, анау айтсын, мынау айтсын, ана әулетінде пәленше бар, сол айтсын. Сен не қыласың? Сен айтқанмен тыңдайды дейсің ба деген ой келе ма, келмей ма мысалға? Айтып жатады. Шайтан айтады осыны. Сосын құрсыншы қой, сол айтсын. Айтса айтсын, айтпаса қойсын, мені бәрі тыңдамайды ғой. Міне осы мәселе бүгінгі күнде өзекті болып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан белгілі бір хадис бар. Ауылдың адамдары шектен шығып кеткенде Алла тағала Жәбірейілді шақыртып, ана ауыл шектен шықты, білші бар, тағы көрші деген сияқты. Енді Алла тағала біліп тұрса да, сонда айтады, бір-ақ адам қапты, қалған барлығы бұзылып біткен екен. Ана адам түнімен намаз оқиды, күндіз ораза, енді сұмдық құлшылығы өте жоғары деңгейде десе, онда ол ауыл төңкеріп таста дейді. Ол ауылда құлшылық жасап жатқан керемет бір адам бар, бір жалғыз адам. Сол үйден баста дейді. Неге деген кезде ол өзі оқығанмен, өзі құлшылық жасағанмен, бірақ басқаларға айтпайтын еді дейді. Басқаларды жақсылыққа шақырмайтын еді, жамандықтан қайтармайтын еді дейді. Сондықтан осы мына бір қағиданы ұмытпайық. Біреуді бір жақсы нәрсеге шақырайын деп жатырмыз ба? Намазға ма, тарауыққа ма, оразаға ма, қажылыққа ма, басқаға ма шақырайын деп жатырмыз ба? Айту біздікі. Ал оның істеу, істемеу кімдікі болады? Өзінікі болады. Алладан болады. Оның бері қарауы, қарамауы. Біздікі айту. Ертең Алланың алдында біліп тұрып, көріп тұрып, үлкен болып тұрып, сауатты бола тұра, иманды кісі бола тұра, біз айтпағанымыз үшін жауап береміз ағайындар. Айтпағанымыз үшін жауап береміз. Біз айтқанда келе қалмайды, мен айтқанда бәрі тыңдамайды ғой деген ол шайтанның ойларынан. Адам баласы мынандай, мен енді талай намаз оқитындармен араласам ғой, не бір мықты алдына ешкімді сөйлеткізбейтін не бір мықты жігіттер бар. Солар намазға келіп жатыр. Сонда айтады, анау бізге намаз туралы келсе, мешітке келсе, ораза ұстасай деп айтқанда ұнатпай тұрамыз дейді. Кәдімгі қойшы, басқа әңгімеңді айтшы деп. Ол кеткеннен кейін жалғыз қалғанда, сапарға шыққанда, сол кезде ой келеді. Ол маған жақсы нәрсе айтып тұр ғой енді ол. Маған жаман нәрсе айтып тұрған жоқ қой енді ол. Деген сияқты ойлар мені мазалайды дейді. Сөйтіп жүріп, ойланып жүріп, намазға да келіп қалдық қой дейді. Сондықтан мен айтқанымды тыңдамайды деп пайғамбар бірдеңе айтса болды, бәрі тыңдап кете салған жоқ қой. Қанша жыл қасарысып отырып алды мысалы. Қасарысып өліп те қалды қанша адам сол заманда, пайғамбар саллаллаху заманында. Сондықтан жақсылыққа шақыру ол мұсылманның парызы. Ол сүннет емес, ол парыз шақыру. А келу, келмеу оның өзінің мәселесі. Міне кеше түсте, дәл кеше түсте бір қажылықтан келген жақсы бір жолдастарымыз бар еді, қатарларымыз бар еді қалада. Сол шақырып, түсте ата-анамыз қажылықтан келгеніне ас беріп жатыр. Соған келіп қатысып қайтыңыз дейді. Жарайды, бардық. Дәл кеше. Сөйтсем, әкесі намаз оқымайтын болу керек, бірақ бала шағасы қоймай жабылып жүріп, қайта-қайта айтып жүріп, пәлен жылдан бері, пәлен уақыттан бері айтып жүріп, ақырында умрағажылыққа барған екен. Құдайдың құдіреті барғаннан кейін, зәм-зәмға тойып алғаннан кейін байтөр, сол жақта қағбаның қасында жүргеннен бала шағасының дұғасы ма, ата-анасының дұғасы ма екен, анау кісі шынымен намазға әдемілеп сақал қойып келгенде бір кәдімгі бір әдем бір қарияның несімен келген ғой жаңағыдай.
бала шағасы әкесінің өзгеріп келгеніне қуанып, бір күннің ішінде ақылдасып, бір 4-5 бала шағасы бар ғой, мен 1-2-ін ғана танимын. Ақылдасып келіп, әкесіне бір көлік әперсек пе депті. Механика, машинамен жүрген ғой, механика, автомат емес. Енді белгі механика дегеннен кішкене бағасы төмендеу болады. Сонымен азанда кірісіп кетіп, түске дейін 200 деген машина бар. Оны тек анау үлкендер мінеді. Оның налогының өзі бір жылға 500 мың теңге ма, сондай налогтың өзі. Біздікілер 3 мың теңге, 4 мың теңге болып тұрған кезде бір жылға сондай машинаны дайындап қойыпты. Бірақ ол білмейді, ешкім білмейді. Сосын жаңа астың үстінде, кафеде үлкен ас болып жатыр. Астың үстінде маған айтады, сіз кілтті сіз беріңізші дейді. Әкемізге кілтті сіз беріңізші дейді. Сонда намаз оқитын балдар, намаз оқымайтын әкеге қарсы сөйлеу, қарсы тұру деген нәрсе жоқ, тек жақсылыққа шақыра берген. Сол жерде көліктің кілтін сыйлағанда әкесінің көзіне кәдімгідей жас келіп жатыр да. Құрдастары отыр, олар да қуанып кетті. Жаңағы әкесінің құрдастары, замандастары. Ол жылап жатқаны мәшинәлі болдым ғой деп қуанып жылап жатқан жоқ. Құдай Тағалам берген перзенттерім көз қуанышым болды ғой деп. Жаңағы қандай керемет мысалға әке-шешесін қуанту деген. Қанша жас балдардың әке-шешесін қуантумен шаруасы да жоқ. Ана қатынның айтқанын орындап шықса болды әйтеуір. Қатынның әпер деген әперсе болды. Ана әке-шешесіне не әперу керек? Оларға не керек? Кейбіреу ұятсыздар әлі күнге дейін өгіз болып кетсе де, әке-шешесінің қалтасынан ақша алып, кафеге апарып әке-шесінің қалтасынан алып ақша беріп жатса, ұялып, ой жарайды деп алып, соны төлеп жүргенде сондай бір енді азамат деп айтайын сен аузың бармайды. Жігіт деп айтайын сен жігіттік емес. Ата-анасының қалтасында ақшадан пайда көріп жүрген өгіздей адамдар бар, мысалға. Ұяты жоқ. Сонда әке-шешесінің қалтасынан алып төлей салам ғой дейтін ой болатын болса, ол сондай болады. Мен әке-шешемнен ақша алмаймын, керісінше оған берем деген ниетте жүрген адамдар алмайды олардан ақшаны. Сол ниетіне қарай Алла Тағала оған еселеп беріп қояды. Осы алдында бір кісілер қажылыққа барған екен, умраға барған екен. Барғаннан кейін умра қажылығын жасап болып, енді қайтқан әкесіне умра жасамақшы болыпты. Бірақ олар әкесін қажылыққа жібере алмаған, қайтыс болып кеткен да. Бізде сол енді қайтыс болып кеткеннен кейін ой деген қажылыққа жіберіп алуымыз керек еді ғой деп өкініп жүрген адамдар көп. Бірақ ести тұра, жіберсеңдерші, ата-аналарың жіберсеңдерші қажылыққа деген естіген ғой, айтылған ғой негізінде. Бірақ ол құптанда, жұмада, таңда ести бермейді ғой ондай әңгімені, көп жиі ести бермейді ғой. Сосын өлгеннен кейін барып қадірін білуге асығып жатады да. Бірақ сонда да өздерінің умрасын жасап болғаннан кейін әкесінің атынан умра жасаған екен. Баласы ертеңіне түс көрген ғой. Ертеңіне соны айтып берді кеше. Ертеңіне түс көрген. Түсінде дәретхананың ішінде жатқан әкесін екі қолтығынан ұстап жұлып алған ғой. Дәретхананың ішінен боқ-боқ жатқан жерінен әкесін жұлып алып, жуындырып, аппақ көйлек кигізді дейді. Түсінде да бала, және умра жасаған баласы да. Сонда әкесі баласын құшақтап тұрып, мен құтылдым ғой деп баласын құшақтап айтып жатыр дейді да. Қараңызшы, міне сол сияқты адамдарды соның бәрі неден болды? Соның бәрі жақсылыққа шақыра бергеннен. Анау балаға айта келсей, намазға келсей, ол намазға келді. Сол жерде жүріп қажылықтың пайдасын естіп білді. Ақырында шапқылап қажылығын жасады, әкесіне қажылық жасады. Мысалға, міне сондықтан бір айтқаннан келе қоймас адамдар. Бірақ айту мұсылманның парызы. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару. Қанша семья дұрысталып қалды, қанша ата-аналар қуанып қалды, қанша бала-шағалар жақсы нәрсені кішкентай кезінен үйрене бастады. Біз сияқты пәлен жасқа келіп емес. Сондықтан да Құдай Тағаланың берген өмірін пайдалы өткізуді нәсіп етсін. Рамазан келе жатыр. Рамазанға адамдарды айтайық, ағайын туысқандарға айтайық, ораза ұстайық, тарауыққа қатысайық, ыңғайлап жұмыстарыңды ыңғайлай бер сол күнге деген сияқты жақсы сөздерімізді айта берейік. Субханакаллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Құдай Тағалам, бір өзіңнен жалынып, бір өзіңнен жәрдем сұраймыз. Өзіңнен басқаға мұқтаж етсе көрме. Мынау өмірімізді пайдалы ет. Мына Абай атамыз айтпақшы, пайда ойлама, ар ойла дейді. Құдай Тағалам екі дүниеміз үшін жақсы нәрселер, амалдарда ғұмыр кешуімізді нәсіп етуге. Рамазанға аман жетіп, қабыл болатын ораза ұстап, күнәларымыз кешірілген күйде Құдай Тағалам бір жақсы Рамазан айын өткізуді нәсіп ет. Баршамызға қабыл болатын қажылық сапар жасауды нәсіп еткен болсын. Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля али Мухаммад ва саллим. Рахмет.